Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен информатика сабағы 10-шы сынып қоғамдық гуманитарлық бағыт нейронды желілер және нейронды желілердің жұмыс істеу принципі сабағымыздың тақырыбы. Сабағымызды бастамас бұрын біз сіздермен алдыңғы сабақты еске түсіре кетейік. Алдыңғы сабақта біз сіздермен машиналық оқытуды өттік. Машиналық оқытумен қоса нейрондық желілердің түрлерін өттік, сіздермен. Нейрондық желілер, бір қабатты нейрондық желілер және де көп қабатты нейрондық желілер деп өттік. Мысалы, бізде мысал алатын болсақ, бізде бір қабатты нейрондық желілеріміз екі кірістен және де бір шығыстан тұрады. Мысалы, x1 екі кірістен және де бір шығыстан тұрады деп айттық. Олар синапстар арқылы байланысады. Синапстар нейрондар арасындағы байланыстар деп айттық. Және де біз сіздермен көп қабатты нейрондық желілерді айттық. Көп қабатты нейрондық желілеріміз бізде екі кірістер болады, оның арасында бізде жасырын нейрондар болады деп айттық. Мысалы, алсақ. Және де одан бізде не істейді? Екі бір шығысы болады. Мынау бізде арасындағы жасырын нейрондар. Жасырын нейрондар деп атаймыз. Енді осы нейрондардың біз сіздермен формуласын есімізге түсіріп көрейік. Формуласы қалай болушы еді? Бізде сигнал, бірінші сигналды көбейтеміз біз. Бірінші сигналды көбейтеміз біз салмаққа. Бірінші салмаққа қосылған сигнал 2-ні көбейтеміз. Сигнал бірінші салмақ 2-ге, екінші салмаққа көбейтетінімізде шыққан нәтижені алатынбыз. Енді бүгін сіздермен біз нейрондық желілердің жұмыс істеу принципімен танысамыз. Ол нейрондық желілер бізде қайда қолданылады, қалай қолданылады? Нейрондық желілер бізде қайда қолданылады сонымен? Нейрондық желілер барлығымыз білеміз қолдарымызда. Қазіргі уақытта барлығымызда смартфондарымыз бар. Көбіміз өзіміз арамызда градиент деген бағдарламаны қолданып көрдік. Градиент деген бағдарламаны білетіндеріңіз бар шығар іштеріңізде. Ол не істеуші еді ол бағдарламада? Мысалы, суретімізді саламыз, сол салған суретімізді ДНК тесттері арқылы бізге қай ұлтқа ұқсайтыныңызды немесе қай жұлдызға ұқсастығыңыз бар екенін шығарып береді. Бұл бізде бұл бағдарламаны біз нейрондық желілер арқылы жасаймыз. Осы градиент бағдарламасы бізде нейрондық желілер арқылы жасалынады. Бізде бағдарлама мәселені шешу керек кезде біз, егер мәселеміз жеңіл болса, біз оны компьютерлік программалар арқылы шешеміз. Ал мәселеміз күрделірек болса, біз оларды нейрондық желілер арқылы қолданамыз. Нейрондық желілер бізде қайда қолданылады? Қалай ойлайсыздар? Медицинада, ойын технологиясында болсын. Көптеген салаларда осы нейрондық желілер қолданылады. Енді сіздермен біз нейрондық желілердің жұмыс жасау моделін көрсете кетсем. Егер нейрондарымыз бір қабатты болса, онда жасырын желілер болмайды. Енді мен сіздерге жасанды нейрондық желінің моделін көрсете кетейін. Сіздер биологиялық нейрондық желілердің моделін биология сабағынан білетін боларсыздар. Алдыңғы сабақта да көрсетілген. Бүгін сіздермен жасанды нейрондық желі, күрделенген нейрондық желінің моделі, ол қалай болады? X1, X2, X3, солай береді, XN деп ала салайық. Бұл бізде нейрондық желілер. Бұлар неден тұрады бізде? Мынау берілген арасындағы синапстар. Және де оның салмағы болады. Кірістеріміздің салмағы N деп аласақ болады. Осы кірістеріміздің салмағынан тұрады. Және де бізде әр кірісіміздің
сигмодалары болады. Осы сигмодадан сигмода және де берілген функциялы белсендірілген функция және де шығыс ақпараттарынан тұрады. Шығару және де мұнда астында бізде ығысу болады. Ығысуынан тұрады. Бұның формуласын біз қалай жазаймыз? Формуласы бізде болады Y тең белсендірілген функция бізде сигмода. Не сигмодамыз тұр? Бұл жасанды нейрондық желіміздің формуласы бұлай жазылынады. Белсендірілген функция сумматор y x y қосылған v. Бұл бізде жасанды нейрондық желінің формуласы болып табылады. Формуласы жасанды нейрондық желінің. Енді біз сіздермен нейрондық желілердің формуласы есептелуі, нейрондық сіздермен алдыңғы сабақта білеміз, нейрондық желілердің салмағы, қай нейрондық желінің салмағы көп болған сайын, сол нейрондық желі бізде басым болады деп айтқанбыз. Енді бүгінгі сіздерге активациялық функцияларды көрсете кетейін. Біз активациялық функцияның математикалық белгіленуін көрсетіп өтейін сіздерге. Келесі сабақта біз сіздермен осы активациялық функциялардың формуласын қолдана отырып, электронды кестеде нейрондық желілерімізді жасауды үйренеміз. Қазір мен сіздерге осы активациялық функциялардың 4 түрін және формуласын жазып кетейін. Сіздерге активациялық функцияның түрлерін көрсете кетейін. Активациялық функцияның бірінші түрі бізде сызықтық болады. Сызықтық активациялық функция. Бұнда берілген сіздерде біріншісі ол сызықтық деп аталынады. Бұнда біз кірістірілген сызықтарымыздың комбинациясын атаймыз. Екіншісі бізде табалдырық деп аталынады. Бұл берілген функцияның ID деп айтсақ та болады. Бірінші, екіншісі 0, 1. Бұл берілген функцияның ID арқылы анықталады. Және де үшіншісі бізде сигмода дегеніміз бар. Сигмода. Үшіншісі бізде сигмода. Бұл бізде берілген нейрондарымыздың жұмыстарын сипаттайды. Оның формуласы бұлай болады. F x тең 1 қосылған a x. Бұл бізде сигмодалық активациялық функцияның формуласы. Және де қазіргі кезде ең көп қолданылатын ең ыңғайлысы ReLU деп аталынады. ReLU функциясы бұл қалай болады? Көріп отырғандарымыздай функциямыз келеді, жоғары кетеді. Бұл бізде функциясы ReLU. ReLU деп аталынады. Ең көп қолданылатын активациялық функция. Бұны не себепті ең көп қолдану? Себебі бұны қолдану өте ыңғайлы және де биологиялық нейрондарды өлшегенде бұл негізінен дәлдікті береді. Және де бұның формуласы бізде ReLU-дің формуласы Fx тең максим 0 және x болады. 0x.
бұл бізде релу активациялық функциясының формуласы. Сіздерде активациялық функцияның 4 түрі берілген. Біріншісі сызықтық деп аталынады. Бұл кірістірілген сызықтардың коэффициенті. Екіншісі табалдырық деп аталынады. Бұнда сіздерде түпнұсқалық ID үлгісінде қолданылады. Және де үшіншісі бізде сигмода деп аталынады. Бұл ұзақ нейрондық желілердің жұмысын сипаттайтын функция болып табылады. Және де төртіншісі релу. Бұл бізде сіздерде ең көп қолданылатын активтелген функция болып табылады. Және де төртіншісі релу. Бұл бізде бағанада айтып кеткенде ең көп қолданылатын активтелген функция болып табылады. Жақсы оқушылар, бүгін сіздермен біз нейрондық желілер деген жалпы түсінігін тағы бір қайталап өттік. Нейрондық желілеріміздің қайда қолданылады, және де нейрондық желілердің біз моделін сіздермен бүгін өттік. Сіздерге тапсырма: нейрондық желілер қай салада көп қолданылады? Сол туралы дәптерімізге қысқаша жазып қоямыз. Сонымен оқушылар, осымен бізде нейрондық желілер жұмысын ұйымдастыру принципі бойынша бірінші сабағымыз аяқталды. Бүгін сіздермен өттік жасанды нейрондық желінің моделін құрдық және оның формуласымен таныстық. Активациялық функциялар және активациялық функциялардың формуласымен таныстық. Енді келесі сабақта біз активациялық функцияларды тереңдете оқимыз. Нейрондық желілерді оқытуды үйренеміз келесі сабақта, және де электронды кестеде нейрондық желілерді ұйымдастыру принципінде практикалық жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Ал бүгінге сіздерге үй тапсырмасы: нейрондық желілер қай салада көп қолданылады, сол туралы дәптерімізге қысқаша жазып қоямыз. Жақсы, сау болыңыздар.